екеуінің ара жігін ашып түсіндіріп беріңізші. Бұл сандар ілімі деген не нәрсе, нумерология деген не нәрсе? Екеуі неге елдер екеуін шатастырады? Ұқсайтын тұсы қайсы, ұқсамайтын тұсы қайсы? Мен де алғашқы кезінде цифрлық психологияға күмәнмен қарағанмын. Себебі сенбейтін едім. Оны кез келген адам есептей ала ма, әлде? Мен алғаш білім алған кезде орта дейін ба, айналам, отбасымнан бастап қабылдамады. Мықты психологтар тұрған кезде сенің біліміңе кім зәру болды деген сияқты 33 жастан кейін адамға миссия қосылады. Былайша айтқан кезде адамның санасы ашыла бастайды ғой, даналыққа келе бастайды. Бағдарламалар, ситуациялар біздің өмірімізде тура сол қалпында болмаса да басқа көрініспен қайталануы мүмкін деген сөз ба? Көптеген кісілердің қазір рухани білім, психологиялық сауаттылығы аз болғандықтан біздің айналаға айтатын дүниеміз бар, біздің айналаға айтпайтын дүниелеріміз бар. Неге олай бөліске салады? Өзім арқылы аталарымның атынан мына рудың атын айтып кешірім сұраймын деп қалтасында $100 бар екен, шығарып беріпті да. Сол күннен бастап қазір деген ол кісі дейді доллар миллиардер болып кетті деп отыр. Журналист ретінде бұл жоба менің көптен бері ойымда, жоспарымда жүрген дүние болатын, бірақ сәті бүгін түсіп алғашқы қадамды жасап отырмын. Сондықтан түсірілім барысында азды-кем әттеген-ай деген тұстары болса, қатты сынамай, жылы қабылдап, қолдау білдіресіздер деген сенімдемін. Ендеше бастайық. Құрметті көрермен, бұл Шынармен шынайы сұхбаттың кезекті саны, жүргізушісі мен журналист Шынар Тұрлыбекқызы. Бүгінгі сұхбаттың қонағы психолог, педагог Лиза Байман. Лиза ханым, қош келдіңіз. Қош көрдік. Лиза ханым, сіз 22 жылдық тәжірибесі бар педагог мамансыз, мектепте шәкірттерге сабақ берген ұстазсыз. Осы тәжірибемен сіздің психология саласына келуіңізге не түрткі болды? Бүгінгі күнде осы айтып өттім ғой, 2019 жылдан бастап менде психология саласына өте терең қызығушылық оянды. Ең алғаш басынан бастап айтатын болсам, бір күндері қатты отбасылық жағдайлар, сыртқы әсерлердің себебінен менде қатты күйзеліс басталды. Сол кезде адам айтады ғой, бір жаныңа шыбық дегенде адам жаңағы былай сол шығу салдарын іздейді. Жайдан жай біз ыңғайлықта жатқан кезде біз білім ізденбейміз, біз айналаны көрмейміз, өз әлемімізбен өзіміз жүре береміз. Сондықтан менде осындай сынақ деп айтпай қояйын, сабақтар мені орнымнан тұрғызды. Ең алғаш жан тыныштығы кеткенде жалғызданып, айналада бір өзім қалған сияқты, бүкіл өзімді кінәлаймын, айналадағы бүкіл адамдарды кінәлай бастаған кезде өзім бір шағын саудамен айналыстым, шағын бутикте. Сол кезде жеке отырған кезде маған ой келді. Тоқтаусыз ойлар, ұйқысыз түндер мені бір орнымнан тұрғызып ойлана бастадым. Маған бір жан тыныштығы керек қой, мен қайсы әлемге еніп кеттім. Мен осы сұрақтарымның жауабын қайдан алсам болады деп YouTube каналдарын ашып, жан тыныштандыратын дұға деп іздедім. Сонда әбден күйзеліске өзімнің сонша айналадан, өзімнен, өмірден көңілім қалып, сондай төменгі сатыға түсіп бара жатқанымды аңғарып, сол кезде маған ең алғаш Құралай ханымның подкасттары, жаңа медитациялары шығып, сол 2019 жылы сол кісіні тыңдай бастадым. Біздің бұрын ата-аналарымыз діни жағынан атеист болды ол кісілер. Діни түсінік бізде болмады, бірақ өмір әр сатысы, әр адамның кезеңдері сайын өмірді тәрбиелейтін баспалтақ дейін ба, басқыш дейін ба, адамға келіп отырады. Бірақ соны біз дер кезінде сезінбейміз. Себебі білімнің жетіспеушілігі, сананың төмендігі деп те айтса болады. Оны көп осы жағдайлар менің өмірімде де кезіккен екен, бірақ мен ол кезде аңғармаған екенмін. Осы білімдерді ала келе маған үлкен түсіністік пайда болды. Ең алғаш сол Құралай ханымнан бастадым. Бақыт дұғасы деп сол сүрелерді жаттай бастадым. Жаңағы
бүкіл жамандықтан, жаман ойлардан адамды қорғайды. Патиха сүресін 3 рет оқы, Нас сүресін 3 рет оқы, Пәлақ сүресін 3 рет оқы дегенді сол жерде отырып ақ дәптеріме көшіріп алып жаттап, таң оянам, таңда айтам, кешке ұйықтар алдында және айтам. Дұға дегенді ең алғаш рет мен осы дұрыс дұға жасау, дұрыс бата тілеу, тілек тілеу дегенді де толық менде болмаған екен. Сол Құралай ханымның алғашқы сабақтарынан бастап, былайынша осы менің психология саласына жаңа дұғаларыммен бірге үлкен өзгеріске қадам бастым десем болады. Иә, Лиза ханым, мен сізбен таныс болғанына біраз уақыт болды. Сіз тек психология ғана емес, мынау соңғы уақытта көп айтылып жүрген сандар ілімі дейміз, цифрлық психология жағынан да білім алып жүрген мамансыз. Мен бүгінгі сұхбатымыздың біраз қызық болу үшін, көрермендерге де қызық болу үшін осы тақырыпты кішкене ашып көбірек айтсақ деген ұсынысым бар. Осы жалпы бізде сандар ілімі туралы айтқанда, цифрлы психология дегенде бұл нәрсені көп адам нумерологиямен шатастырып жатады екен. Енді дәл осы сәтте осы екеуінің ара жігін ашып түсіндіріп беріңізші. Бұл сандар ілімі деген не нәрсе, нумерология деген не нәрсе? Екеуі неге елдер екеуін шатастырады? Ұқсайтын тұсы қайсы, ұқсамайтын тұсы қайсы? Мен қазір цифрлық психологияны оқыған кезде бұны көп кісілер нумерологиямен шатастырып жатады. Негізі нумерология болашақты, адамның тағдырын болжайтын болғандықтан бұл біздің дінімізге, шариғатқа қарсы деп жатады. Біздің алдағы тағдырымызды бір Құдай ғана біледі деп жатады ғой. Сондықтан бұлардың өздеріне шындығы болғанымен бұны қазір қоғамда, ортада нумерологияны көп кісілер әсіресе діни жағынан бұл білімді қабылдамайды. Ал цифрлық психологияда адамның толық мінез құлқы қалыптасқан. Мен де алғашқы кезінде цифрлық психологияға күмәнмен қарағанмын. Себебі сенбейтінем. Қалай адамның табиғаты бар, өзінің тума болмысы бар, мінез құлқы бар. Бұл білімдерге санға сүйеніп, қалай адамның мінез құлқын бақылауға болады деген сияқты ең алғаш менде де сенімсіздік ой болған. Бірақ білім ала келе кәдімгідей бұл цифрлық психологияның жұмыс жасайтын аңғардым. Өзімде бірнеше тәжірибелер өтті. Жаңағы қайсы туылған ай күн санасына қарап адамның мінез құлқын ажыратуға болатынын ұқтым. Бұл кәдімгідей жүзге жүз жұмыс жасайды. Өзімнің табиғатында бұл білімдерді ала берген екен. Ең алғашында өзімнен бастап, отбасымнан бастап, жаңа бауырлар деген сияқты, дос-жаран деген сияқты зерттеп, сол ұғымдарды түсіне бастадым. Бұның астында адамның мінез құлқы жасырылған. Иә, сандар, цифрлы психология дейміз, бұл көп адамға бір құпия, тылсым дүние болып көрінеді. Өйткені адамның туған күні, туған айы, туған жылының сандарын арқылы адамның болмысын зерттеу, ол қалай жүзеге асады деген нәрсе, ол бәріне қызықты. Енді осы туралы қысқаша айта кетіңізші, жалпы ол қалай жүзеге асады, оны қалай есептейді, оны кез келген адам есептей ала ма, әлде оны есептеу үшін белгілі бір дәрежеде білім алу керек па, оның бір кітабы бар ма деген сияқты. Цифрлық психологияны кез келген адам есептеп, сана-саны деп, жаңа миссиясын есептеуі мүмкін, бірақ сандар астында түсінік, тереңділік өте жаңағы терең. Оны көп адам ұғына алады деп айтпаймын. Цифрлық психологияның негізі жоқ деп жатады ғой. Бірақ қазіргі күнде осы көптеген Қытайдан келген білімдер деп айтады. Былайынша айтқанда қазір оны жеңіл тілмен де бұрынғы аталардың білімі деп түсіндіріп жатыр. Қазіргі кезде қоғамда кәдімгідей бұл адамның табиғатындағы бар мінез, қай кезде де адамның айтады ғой, адам күйзелісте жүргенде плюс минус деп қазіргінің тілмен айтамыз ғой. Адам көтеріңкі көңіл күйде жүрген кезде адамның қандай табиғатында жұмыстар жасайды, ал адамның көңіл күйе түскен кезінде табиғатында қандай жұмыстар жасайды. Бұл кәдімгідей бір осы мен қазір көптеген орталармен жұмыс жасап жатырмын, жеке адамдармен да жұмыс жасап жатырмын. Адамның мына күйзелісте жүріп, төменгі вибрация дейді ғой, төменгі жағдайда күйзелісте жүрген кезде бұл білімдер кәдімгідей адамның бір ішкі өзінің әлемнен есеп алуға,
дамытуға, адамның бір мінез құлқын өзгертуге кәдімгідей әсері бар. Себебі бұны саны деп есептейміз ғой, мысалы 1-і, 10-і, 28-і туған күндерді біздер бірліктер дейміз. Бұл адамдарда табиғатындағы мінезін біліп отырамыз. Қазір мен кез келген ортаға болсын, келген клиент болсын, әрекетінен бір көргенде қарап отырып, мына кісі шамасы бірлік қой, екілік қой деген сияқты іштей менде алдын ала бір сол болжап отырасыз. Болжап отырам да. Себебі бұл жалғыз жаңа клиенттерден емес, кез келген ортаға барған кезде менмендіктер өте көшбасшылыққа жақын, олар үнемі бірінші болам деп табиғатына менмендігі болып тұратын адамдар, ешкімге сөз бермей, мен сөзді бастап соңғы нүктені мен қоям деген сияқты өзінің менмендігін асып жаңағы байқаған кезде, жай мен отырған кезде мен сұрап қалам да, сіз туған күніңіз қашан деген сияқты, сол кезде қарасам сол кісінің табиғаты көрініп тұрады. Лиза апай, неге цифрлы психология біздің қазіргі қоғамда көп сынға ұшырап қабылданбай жатыр? Себебі цифрлық психологияны адамның табиғаттағы болмыс мінез құлықтарын айтқаннан кейін көп адам бір балгермен жолығып, балгермен сөйлесіп отқандай сұрақтарын көреді. Бұл жағдай менің өзімде де қайталанды. Келген кісі сол табиғатына өзім іштей есептеп, мінез құлық, сізде мынандай мінез құлық, сол кішкене менмендіктен кету керек, өзіңіздің табиғи болмысыңызды ашу керек деп отырсақ, айтады, менің мінезімді сіз қайдан білдіңіз, менің балама да айтып беріңізші дейді да. Жаңағы мен айтам, бұл жаңағы цифрлық психологияны бақсы балгермен шатастыруға, нумерологиямен шатастыруға болмайды. Аса сандар менің табиғат әлемді ашады, бұл жаңағы мінез құлықты өзгертеді деп жаңа бір бағыттама, бір бағыт жағынан пайдалануға болмайды, цифрға байланып дегенмен де адамның кәдімгідей бұл білімдерге келген адамдар бір емес бірнеше рет кеңестерін алып, отбасында балаларға бұл цифрлық психология арқылы адамның біріншіден табиғатын анықтауға болады, екіншіден бұлардың қайсы салаға, қайсы мамандыққа, миссиясына қарап бағыт беруге болады деген сияқты адамның бірнеше қырларын осы цифрлық психология арқылы ашуға болады. Демек, мынандай мүмкін бе? Мысалы, өмірде болады ғой, бір кризистік кезең, немесе бір төмендеу, құлдырау кезең деген адамның өмірінде осы цифрлы психология арқылы алдын ала болжау мүмкін бе? Немесе бұл адамды енді қорқыту үшін емес, жай болжау ретінде? Бұл арқылы адамның алдын болжауға болмайды, дегенмен себеп салдарын анықтауға болады. Өзі психология саласында да кез келген күйреуге, күйзеліске түскен адамды көбісі психологияны ойлайды ғой, ақылшылар көбейіп кетті, осы екінің таяқты түртсең психологтың басына тиеді деген сөздер кейінгі кезде әлеуметтік желіде таралып жатыр. Дегенмен де осы цифрлық психология арқылы ол адамның бұл жағдайға қалай келгенін анықтауға болады. Не үшін бұл жағдайда жүр, бұл жағдайдан шығару жолдарын қарастырып, соны зерттеуге болады. Дәл қазір біздің қоғамда барлық жағынан, карьера жағынан болсын, табыс жағынан болсын, жетістікке жетіп қойған, бірақ бәрібірде ішінде бір бостық бар. Бос кеудесінде ма, білмеймін, сондай сезімде жүретін адамдар көп. Біз оны әлеуметтік желіден көреміз, байқаймыз, комментарийлардан оқимыз. Осыны маман ретінде осы нәрсеге не айтасыз? Мен алғаш білім алған кезде орта дейін ба, айналам, отбасымнан бастап қабылдамады. Мықты психологтар тұрған кезде сенің біліміңе кім зәру болды деген сияқты менің адресіме бірнеше дос жаран құрбы деген сияқты ортадан әзілдеп айтса да бірнеше осындай сынақ сөздер жүрді. Дегенмен де осы білімдерді ала бастағаннан кейін бұл білімге мұқтаж жандардың көп екенін көзім көріп сене бастадым. Өзім бірнеше жыл жұмыста жүріп, өзім психолог болмасам да көп деген адамдардың жанын емдегенін түсіндім.
Осы білімдерді алған кезде маған мына кісі жайдан жай кездейсоқтық деген жоқ, мына кісі маған жайдан жай кездестірмеген екен. Алла тағала мен білім дамытып жатқан кезде отбасынан ажырасайын деп күйзелісте тұрген жанмен кездескен кезде ең алғаш адамды қабылдау керек, мынандай медитация тыңдаймыз деп өзім білім дамытып жатырмын ғой. Өзім не білім алып жатсам соған үйрете отырып, бөлісе отырып, сол бір отбасы өзінің отбасын сақтап қалды. Сол кезде маған сенімділік келе бастады. Осы білімдерді неге айтпасқа, неге барлық адам қазір білімді, барлық адам рухани жетістікке жеткен рухани бай деп айта алмаймыз. Қазір айтады ғой, бір тараптама дейді, түйіннің екі ұшы бар деген сияқты. Бір тараптама адам қалмау керек, 8 спира бойынша дейді ғой. Біз өзіміздің дене тәртібімізден бастап, мінез, құлық, айналамен қарым-қатынас, табиғатпен, ортамен деген сияқты барлық жағынан біз тепе-теңдікті ұстап отыруымыз керек. Ең алғаш осы өзімнің білімдерімді бөлісе жүріп, менде ең алғашқы клиентім жаңағы бір мықты 70-тен асқан кісі мені сізден кеңес алам деп шақырған кезде мен алғаш рет қорқып кеттім. Ойбай, мен әлі толық білімді аяқтаған жоқпын. Ол сұрақтарға мен жауап айта алмай қалсам қайтеді деген іште сан сұрақтар, қорқыныш кәдімгідей. Бір күн бұрын оқу шықсап дайындалам. Ол дәрігер кісі ғой, маған сұрақ қойса, мен ол кісіге жауап бере алмай жатсам деген сияқты қорқыныш болды. Сонымен ұстазымның айтқан сөзі ойыма түсті. Конкурент деген жоқ. Кез келген жағдайда алған білім далада қалмайды. Сенің деңгейіңдегі, сенің сұранысыңдағы адамдар кездесіп, сол сұрақтың жауабы сізде бар болғандықтан кейін барып қана сізге сол адамдар тартылады деді. Содан кейін сол сөз өзіме қамшы болды. Сол кісіге барып танысып, өзінің сұрақтарымен талдау жасай келе, бұл кісінің жауабы менің өмірімнен, тәжірибемнен өткен екен. Менде бірнеше жыл реніш болды, енем қаламады, қабылдамады. Енді бұрынғы кісілер қаталдау ғой, істеген іс-әрекеттерімді ұнатпады деген сияқты. Ол кісіде де сондай сұрағы болды. Осы бүкіл бар асылды, бар жақсыны анамызға апарып үстіне жауып, қаншама күтім жасасақ та, біз үйде 4 қыз бар, көзге көрінбейміз. Жалғыз ұлды асыра анам мақтайды. Бір өмір бізге дұрыс батасын да бермеген, үнемі реніш. Бір қанша жақсылық жасасақ та, біздің бір әрекетіміз көрініп қалады да, анам шұқып соны жылдар бойы айтып келеді, ізімізден айтады. Кеше анамның жаңағы туған күнін тойладық. Содан кейін ренішпен жылап қайттым, анам неге бізді бүйтеді деген сияқты сұрақтар болды. Менде бірнеше жыл осы айтады ғой, әйелге өзі жаңағы цифрлық психология деп жатырмыз ғой, 33 жастан кейін адамға миссия қосылады. Былайша айтқан кезде адамның санасы ашыла бастайды ғой, даналыққа келе бастайды әйелдер. Сол 33-40 жасқа таяған кезде мені неге енем қаламайды деген сұрақтарды мен өзіме қоя бастадым. Сұрақтарды бірнеше рет осы психолог мамандармен сөйлесем, бірақ өзімнің ойдағыдай жауабымды ала алмай. Бәрі өзіңді өзгерту керек, мінезіңді өзгерту керек дейді. Бірақ мен соны тереңнен түсінбедім бе, жауабын толық ала алмағандықтан бір күні қазіргі жаңағы тектанушы ғылым докторы Әлия Сағынбаева апайдың тектану сабағына қатыстым. Сол кезде 1-2 сұрақтарымды алып бардым ол кісіге. Сол кезде айттым, осы тұрмысқа шыққалы бері енеме қабылданбаған кісімін, бірақ енем мен тұрады, менің іс-әрекеттерімді жақтыртпайды, қай кезде де маған көңілі толмай отырады деген сияқты сұрақтармен бардым. Сол кезде ол кісінің маған бір ғана сұрағы болды: енеңіздің анасы неше жасқа дейін болған деді, өмір сүрген деп сұрақ қойып жатыр да. Енем жас кезде, сол енем туылған кезде анасы өмірден өтіп кеткен. Енем жеңгенің қолында интернатта тәрбиелеп сөйтіп есейген деген кезде сіздің сұрағыңызға жауап: бала махаббатты қайдан алады деді. Бала анадан алады дейді да. Анадан алмаған махаббатты кімнен алсын? Ол кісі туылған кезінен бастап бірнеше адамның тәрбиесін бірнеше ортада көріп, бүкіл бейсанада мейірім болмай, бұл адамға сенуге болмайды, бұл адамнан жақсылық күтуге болмайды деген сияқты ол кісінің программаланып қалды ғой дейді да. Сіз сұрап көріңізші, балаларына ол кісі емірене ме екен, балаларына да сондай қарым-қатынаста ма дейді да. Шындығында
келсем балаға да енем оншалықты еміренбейді екен ғой. Мен айдауға да ренжіп жүрмін, сонда енем балаларға да қатал екен ғой. Содан кейін сіз қатынасыңызды қалай жөндедіңіз? Содан кейін осы сабаққа қатысып келгеннен кейін бұрын енемді жаман көретін едім, мені жаман көреді деген сияқты. Бір күні екеуміз отырып алып шай іштік. Сол кезде ене дедім, психология саласы бойынша білім жетілдіріп жатырмын. Осы сіздің өміріңіз туралы маған бір қызық болып тұр. Бұрынғы өткен кеткен әңгімелеріңізді айта отырсыз деп бірінші рет енемен келін әңгімесі болып дастарханда шай іштік. Сол кезде енем айтып жатыр, сол анам ерте өмірден өтті, одан бір жеңгемнің қолына берді, ол жеңгем бірнеше рет бала көтермей өмірге бір қыз келді дейді. Енемнің ізінен бір сіңілісі болған, сол 3 қызды жеңгесі қарап жүрген. Сонда ол кездерде киіз үйде тұрамыз дейді. Қазіргідей жаңағы пеш жаңағы жоқ, кәдімгі жаңағы отынды ортаға үйіп, шоғына жылынып, шоғына тамақ істеп, нан көміп, сондай тіршіліктерді басынан өткізген. Сөйтіп шоқпен ойнайтын, мен дейді ішінде үлкенімін ба, 3 жасқа жасым таяп қалған, сол отты ағашпен түртіп ойнадық дейді. Сол кезде жеңгеміздің қызына от тиіп, кәдімгідей үсті жанып күйді дейді. Біз оны арашалап қорғаудың орнына қорқып 2 қыз да сыртқа шығып кетіп қалдық. Сол күйіктен жаңа кішкентай сіңіліміз дүние салды дейді. Содан кейін дейді жеңгем Құдайға ренішін айтты дейді. Құдай, осы жетімдерді бағып шапағатын алам ба, шарапатын алам ба деп, сонда менің жалғызымды қағып алдың ғой деп. Содан кейін бізді ұнатпай бастады дейді. Одан кейін ағалары енемді интернатқа апарып тастаған. Сол әңгімені тыңдап отырып көзімнен соралап, жас ағып, енеме бірінші рет сондай өзімнің бір ішімде мейір махаббатым оянған. Қаттылық қайда? Сол біз көптеген адамдарды жаман, жақсы деген сияқты сырттан бағдарлап айтып тастаймыз ғой. Бірақ әр адамның, айтады ғой, біреуді сөз қылмас бұрын соның жүрген жолымен, соның аяқ киімін киіп, соның жүрген жолымен жүріп өт дейді. Осы Абай атамыздың кітабында да айтады ғой, тұшын, аңғар, айналаны деген сияқты. Абай атамыз да өзі айтып өткен, кез келген аңғарымпаз бол деп айтылған ғой. Сонда біз осы өзіміздің руханилығымызды оятқан кезде білім біздің табиғатымызға салынған, біз тек соны ашу керектігін ұқтым. Адамның табиғаты, адамның жүрек көзі, адамның руханилығы, санасы ашылған кезде бұл білімдер біздің бойымызда міндетті түрде біліммен ұштасып, білім алған сайын жаңағы ашылып, білім алған сайын адамның жаңа сөздік қоры көбейіп, өзінің табиғи болмысын, потенциалын аша бастайды. Кез келген, мен бірнеше жыл алдын осы әйел қыздар бір мерекесі болып, үлкен жаңа мерекеге қатысқан кезде жаңағы әйел қыздар төрайымы дейді ғой, жаңағы кісі тоқтаусыз 3-4 сағат сөйлеген кезде мен мына кісіге мынандай сөздер қайдан келіп жатыр, бұл кісі бір тоқтамастан қалай ұмытпай жатыр деген сұрақтар. Таң қалып сол отырған кезде жасырған жоқпын айналаға, не деген білім, не деген мына кісінің басы, не деген тоқтаусыз бәрін өзінің жаңа жүйесімен бүйтіп айтып жатыр да, түсінікті. Сөйтіп таң қалғаным бар. Сол кезде өзім осы білімдерді ала келе, қазір менде де кеше 4 сағаттай білім, осы жаңа рухани кеш өткіздік қой, сол 4 сағат менде де аз болып қалды. Сол кезде біздер алған білімдер жүйесімен бір білімді басталған кезде, екінші мен мұндамын деген сияқты өзі ізбес келіп отырады екен. Сол кезде адамның руханилығы ашылған кезде, адамның жан дүниесі ашылған кезде, адам айналаны ұғына бастаған кезде, Абай атамыз айтады ғой, алдымен өзіңді таны дейді. Өзін танымаған Құдайын танымас дейді. Құдай танымаған әлемді, дүниені танымайды деп отыр. Дүние деп отырғаны біздің айнала, орта, қоғам, қоршаған орта, барлығын бізге осылай түсіндіріп отыр. Жаңа айтып жатсыз ғой, рухани кеш өткіздім, тренингтар өткіздім деп. Сол кезде мысалы үлкен мекемелерге, үлкен ұжымдарға барып сабақ өтіп жүрсіз, олар қандай мұқтаждықпен, қандай запростармен, қазіргі психология тілімен айтқанда, сізді шақырды?
Кеше жақында бір 30-35 адамға рухани кеш өткіздім. Сонда ылғи мамандардың келгенін байқадым. Бір кісілерді президенттің қолынан жаңағы мақтау қағазын алған мықты маман деп жатыр. Мықты ұстаздар келген ортада адам қанша білім алып, бір ғана өзінің саласы мамандығын жете меңгерген кісілер, ал бірақ рухани бостық дейді ғой. Сол рухани бостық, адамдар өзінің адамдармен қарым-қатынасы, өзінің кейбір кісілер өзінің менмендігі арқылы жалғызданып қалу деген сияқты ол кісілердің бірнеше сұрақтары болды. Сонда маған бір кісінің өзі бұрын мен осы тренингтерге барсам, мына кісі неге жылап қалды екен деген сияқты сырттай соны бағдарлап отыратын едім. Өзімнің осы кеше рухани кеште өзімде байқап қалдым. Көзге еріксіз жас келді. Мына адамның бұл жанның азығы дейді ғой, бұл білімдер бізге тереңнен түсінікті оятады. Адамның туған кезінен бастап Алла тағала бізді жаңағы жаратылып рух берді, бізге жаңағы нұр, өзінің нұрынан сүйіп жаратты. Әр пендені Алла тағала мейір махаббатпен жаратып, оны бөліп жарған жоқ. Ал қазір көптеген қазіргі жас мамандар болсын, үлкен жетістікке жеткен кісілердің де біршама кісілер өзінің лауазымымен, өзінің статусын аса жоғары пайдаланып, менмендігі өсіп кеткен кісілер. Сонда айтады, менің қайын жұртымен қарым-қатынасым дұрыс болмады, ортада көп кісілерді үнемі білімі төмен деген сияқты, үй көлік салыстыру деген сияқты менмендігім төбеде тұрған екен дейді. Адам қай кезде айтады ғой, биіктен сен шыға бер, байлық, дүние байлық, статусың жоғары көтеріле берсін. Егер сен рухани аш болатын болсаң, жардан төмен құладым дейді ғой, сені бұл өмір заңдылығы. Құдай деп те айтпай қояйық, өмір заңдылығының өзінің аса қатал ережесі бар. Сені асқақтатып қоймайды. Қай кезде сен өмірді ұғынбайынша, өмірді қабылдамайынша, өмірде ренжіген кісілерге кешірім бермейінше, сен бүйтіп тайрақтап, бұл айтылады өзіміздің шариғат ілімдерінде де, бұлар айтылып жатады. Жаңағы не дейді, өзіңнің осындай жаңағы бейберекет әрекетіңнен, бейберекеттігіңнен, менмендігіңнен өз ризығыңды Алла тағала өзі қорғайды дейді. Себебі сенің тәкаппарлығың асып кеткенде, менмендігің асып кеткенде, біз айналаға кері әрекет зиянымызды тигізе бастаймыз. Сондықтан бізді түсінікке алып келу үшін бізге айналадан, Құдайдан сан түрлі сұрақтар, сынақтар келе бастайды. Бұл сынақтар бізді тәрбиелеу үшін, мінез құлқымызды, өзімізді тану үшін бізге осы сұрақтар келе бастайды, жаңағы сынақтар келе бастайды. Бұны біз керісінше сынақты бетпе-бет келіп қабылдаудың орнына, Құдай пәлеңкес неше түрлі әрекеттерді жасап жүр, Құдай мені көріп алған деген сияқты жаңағы басқаға ештеңе болмайды, мен істеген кезде көріп қалады деген сияқты. Сондай тіл тигізетін кісілер өте көп айналада. Осы енді жаңа өкпе, реніш деген нәрсені айтып кеттік. Қазір қандай психологты тыңдасаң да, қандай коучқа барсаң да, яғни жалпы айтатыны осы өкпе ренішті сақтамау, өкпе реніштен арылу деген дүниелерді өте көп айтылып жүр. Бұл психосоматика жағынан болса да, ол өкпе реніштің эмоционалды түрде адамның денсаулығына тікелей әсер ететіні туралы айтылып жүр. Енді осыны сіз де өз тарапыңыздан, өзіңіздің алған білімдеріңізбен толықтырып ашып айтып жіберіңізші. Жалпы өмірге, айналасына өкпелі адамдар біздің қоғамда өте көп. Мен оны кешіре алмаймын, мен кешірсем болмайды, мен қалай кешірем, мен соншалықты маған осындай жамандық көрсетті, азап шектірді деген сияқты сондай сенімде жүреді, бірақ ол адамдар білмейді өте сондай ауыр жүкті арқалап жүргенін. Реніш деп отырғаны өзін қабылдамау, ол кісінің бір қандай да нанымдары, қандай да бір отбасылық жаңағы бала күнгі сценарийларын тағдырында қайталану арқылы сол өкпе ренішті бойына жиып алатын кісілер өте көп қазіргі күнде ортада. Өкпе ренішті былайынша мен айтам,
бала қалпындағы адамдар көп ренжиді деп ойлаймын. Көбінесе біз балаларға мысалы бір алма деген затын алып бермей қалсаң, бір болмайды деген затты жасама десең, балалар тез ренжіп қалады. Бұндай кісілерді мен айтам бала қалпындағы кісілер деймін да. Себебі ол кісілер терең жаңағы не үшін бұл жағдайға тап болып жатырмын деген сияқты өзіне сұрақ қоймаған кісілер ғой, ренжитін адамдар. Өмірдің өзі мен кіммін деп Раббымыз сұрақ қойып бастаған ғой. Мен кіммін, Раббың емеспін бе деген сияқты өмірдің өзі сұрақтан басталып тұр ғой. Кез келген жағдайда реніште, өкпе-реніш болған жағдайда адам өзіне сұрақ қоя білу керек. Мен не үшін бұл кісінің мына әрекеті, мына жағдай мені не үшін ренжітіп жатыр деген кезде сол сұрақтың жауабы міндетті түрде сізге келеді. Бұл өзім тәжірибемде де болған. Жаңа қайталанатын сценарий деп айтып кеттіңіз. Өмірде мынандай жағдай болады да. Бір адамдардың басына бір сынақтар, сабақтар, ситуациялар келеді. Ол адам одан құтылған сияқты болады, ол қиындықты еңсерген сияқты болады, бірақ жылдар өте келе дәл сол ситуация қайтадан сол адамның өмірінде қайталана береді. Бұл нәрсе немен байланыстырасыз? Бұл өзі психология бойынша бейсанада қалыптасқан санадағы тәртіп. Бұл міндетті түрде бала есейген кезде сол көріністі береді. Қандай да махаббат жетіспеген бала ренішпен өседі, жүректе махаббат. Өзі бұл жағдай менің өзімнің әкемнің жағдайында болған. Бала күнде осы психология саласын меңгергеннен кейін бірнеше сұрақтарыма өзім жауап алдым. Әкем айтатын, осы әкеміз 5 баланың үстінен үйленді. Сол кезде біздің әкеге ренішіміз пайда болды деп айтатын еді. Мен дейді 5-ші сынып оқимын ба, сол кезде анамыздың күйзелгенін көреміз дейді, анамның бір қандай да көңіл күйінің болмағанын, жылағанын көреміз. Ойын баласымыз, біз үйдегі тыныштық кеткеннен кейін сырттан біз көп әсер алатын болдық дейді. Сыртта дос-жаранмен жүріп, сондай жаңағы сөйтіп әкемнің айтқаны бар. Сонда менің әкем шамалы іші тарлау, әйелге қаталдау кісі болды. Сол кезде сол кісінің айтқанын зерттеген кезде айттым ғой, жаңа Әлия Сағынбаеваға барған кезде айтады да, сол анасы дейді күйзелгенін бала көрді ғой. Сол бала күннен бастап әкеңіздің бейсанасында дейді ақпарат сен айырылып қаласың деген қорқынышты ақпарат жазылды дейді да. Ол адамдар дейді өзінің көтеріңкі көңіл күй бір қалыпты сақтап жүргенде бұл ситуация қайталанбайды. Адам күйзелісте, жаңа бейберекет әрекетте, минуста жүрген кезде бұл міндетті түрде бейсанадан атқылап шығады дейді. Мына әйелді бақыламасаң, бұл әйелден айырылып қаласың. Мына баланы бақыламасаң, мына баладан айырылып қаласың деген сияқты жаңағы көңіл күйі жоқ кезде осындай қорқынышты ойға салып тұрады дейді. Ол міндетті түрде өзінің бейсанадан келіп тұрған ақпаратты бақылай алмайды. Себебі өзі адам күйзелісте жүрген кезде адам эмоцияға ерік береді ғой. Эмоцияға ерік берген кезде алтарып жүреді жанында. Адамға үнемі қорқынышты ойлар, жаман ойлар салып отырады. Сол кезде барып сондай әрекеттерге адам барады екен. Біз былайша айтқанда тек тану отбасылық қарым-қатынас туралы жаңағы сабақтан куәлік алдым. Осындай сабақ беруге, осы отбасылық құндылықтар туралы айтуыма маған қазір рұқсат. Себебі бұл тек тану жағынан Докучаевтың осы бір кітабы бар екен. Сол кісінің осы ғылымды сол кісі зерттеп шығарған. Қазір әстәсте бұл ғылым тереңнен жайылып, тек тану ілімі, кәдімгі генограмма деп текті зерттеп, барлығын жасап, кәдімгі өзінің тәжірибелерімен, болған жағдайлармен бұны бізге түсіндіріп берді. Бізде 4 атаға дейін, 4 әжеге дейін адамда жаңағы аналық, аталық хромосомалар бар ғой, 46 болады. Соның ішінде біздің қанымызда ол кісілердің жаны жүр ғой, ол кісілердің де, сол кісілердің қанынан, жанынан жаралдық ата-анамыздың. Сол жағдайлар міндетті түрде біздің тағдырымызда қайсы жақтан бізден ресурс көп болса, сол жағдайлар біздің өмірімізде қайталауы әбден мүмкін екен. Демек, бұл жерде мынандай нәрсе болуы мүмкін ба?
біздің арғы атамыздың немесе әжеміздің басында болған қандай дейміз бағдарламалар, ситуациялар біздің өмірімізде тура сол қалпында болмаса да басқа көрініспен қайталануы мүмкін деген сөз ба? Әбден мүмкін қайталануы. Дегенмен де айтады ғой, тектің бұл жаңағы ата әжелердің тәрбиесінің мықтылығына, көрегендігіне де байланысты. Егер тектің түп тамыры мықты болған жағдайда бұл жағдай қайталанады деп айта алмаймын. Егер жаңағыдай әлсіздік, бейтараптық адамдардан басталған кезде бұл міндетті түрде өзінің көрінісін береді. Кәдімгідей сол үшін бұған біздерге арнайы техникалар берді. Бұл мынандай көптеген кісілердің қазір жаңа рухани білім, психологиялық сауаттылығы аз болғандықтан біздің айналаға айтатын дүниеміз бар, біздің айналаға айтпайтын дүниелеріміз бар. Көптеген мысалы жақында бір енді толық болмаса да мен мынандай түсінік алдым. Бұрын осы бір кәсіпкер жігіт үлкен өзінің кәсібін Алматыда бастап жақсы жүріп жатқан кезде кәсібі аяқ астынан құлдырап арқаға кетіп қалады. Екінші рет Астанадан келген кезде де жағдай сондай болған. Кәсібі жүрмей қалған, қарызға кіріп кеткен деген сияқты. Сол кезде дейді мынандай жағдай қайталанды. Бұл кісінің кәсібіне өзге ұрудың бір жігіті араласып әрекетін, кері әсерін тигізген ғой. Психолог мамандардан, кәсіпкер мамандардан білім алсам да бірнеше уақыт жаңа кәсібі дамып келеді, бір қарасаң қайтадан құлдырау басталады. Сол бірнеше рет қайталанған. Содан кейін осы тектану ғылымын зерттегеннен кейін жаңағы бұл кісі өзінің генограмма бойынша аталарын зерттеген, сөйтсе үшінші, төртінші атасы барымташы болған дейді. Ол тұратын өздерінің ауылдарына барып аталарын сұрастырған кезде бір кәрі кісі айтыпты, сенің пәленкес деген бабаларың барымташы болды. Көптеген кісілердің қарғысын алды. Осы елдерде, жақын аймақтағы елдердің малдары ұрланып, енді ақ қарасын Құдай біледі, бірақ осы көптеген жала сенің атаңа жабылды деп айтқан екен. Соны естіп, сол генограмманы жасатқаннан кейін өзінің осындай кәсіпкерлік бір жаңағы кештері өтіп жатқан кезде сол баяғы жаңағы өзінің бизнесіне кері әсер тигізіп жүрген жігітке мен өзімнің атымнан, аталарымның өзім арқылы аталарымның атынан мына жаңа рудың атын айтып кешірім сұраймын деп қалтасында $100 бар екен, шығарып беріпті да. Сол күннен бастап қазір деген ол кісі дейді доллар миллиардер болып кетті деп отыр ғой. Ал сіздің жеке тәжірибеңізде сізге келген клиенттердің ішінде осындай бір кейстер болды ма, оқиғалар? Осы текке байланысты болды ғой. Сұрақтарыма жауап алмадым деп келген кісі сол білімдерді айтып, ол кісіде қызығушылық оянды. Иә, шындығында да деп мен өзімнің алған білімдерім бойынша генограммасын азғантай жасадық. Енді жоғарыға дейін бармағанмен білетін аталары өзінің ата-анасы, нағашы ата-ана деген сияқты сондай жағдайларды зерттей келе, бұны мен тереңнен зерттеймін деп сол кісі арнайы мамандардан кеңес алып, сол сұрақтарыма жауап алдым деп айтты. Бұл нәрсені неге біздің қоғамға белгілі бір деңгейде ашып айтатын дүние бар, ашпайтын дүние бар деп неге олай бөліске салады? Себебі айтады ғой, көп адамдар тікелей қабылдайды. Кез келген жаңа ренжіп қалатын адам деп отырмыз ғой. Кейбір сұрақтарды мысалы жай ғана қазан табақ жанынан кететін кез келді, қазір білім алу керек десе, оны тікелей түсінетін адамдар бар. Қазан табақ жума деп жатыр, тамақ жасама деп жатыр, нан пісірме деп жатыр деген сияқты тікелей қабылдайтын адам бар. Сол үшін өзінің психологиялық сауаттылығы бар. Қазір мен көп жастарға қызығам. Қазір екінің бірі өзінің психологиялық білімін арттырып жатыр, кәсіби білімін арттырып жатыр, өзінің жеке брендін қалыптастырамын деп ұрынып білім алып жатқан жастар өте көп. Соған қуанам. Бұл өте бізге пайдалы. Психология дегенде, психологпен сұхбат кезде көтермей кетуге болмайтын тағы бір тақырып бар. Бұл
травма, балалық шақтың травмасы деген дүниені бізде мамандар көп айтады. Яғни қандай психологқа барса да сен әкеңді проработка жасау керексің, анаңмен проработка жасау керексің деген сияқты нәрсені көп адам соған кәдімгідей бүкіл өміріндегі барлық мәселесі болса, бір жолы болмай қалған барлық проблемасына келеді, соған тіреп, соған жауап қояды. Мен жаңағы әкемді қабылдамағандықтан осылай мен жолым болмай жүр, немесе мен анамды қабылдамағаннан кейін мен осылай жолым ашылмай жүр, табысқа жете алмай жүрмін деген сияқты. Меніңше бұл да бір, білмеймін, енді сіз қалай маман ретінде не дейсіз? Кейде бұл бір маркетингтік ход сияқты болып көрінеді маған. Иә, қазір травма десе айтады ғой, шешемізден таяқта жедік, Аллаға шүкір, жаңа біздердің бір ағамыз бар, шешемізден таяқта жедік, жоқшылықта болды, Аллаға шүкір, ел қатарлы өмірімізді сүріп жатырмыз, ақша жағынан да тарықпағанмын деген сияқты айтып жатады. Травма бұл бір нанымдардан қалыптасатын сияқты. Бізге осы ата-анамыз көп шектеу қояды ғой. Бұл Мағжан Жұмабаевтың кітабында да айтылған, баланы жасынан еңбекке араластырып, баланы жасынан өзінің болмысын, табиғатын ашуға ата-ананың маңызы өте күшті деп айтады ғой. Біздерде көп балаларда анада білім болмағандықтан жаңағы балалардың көптеген айналаны, ортаны қабылдамай, қарым-қатынас дұрыс болмай, балалар өскен кезде, олар ер жеткен кезде өзінің айналасын, қоғамды, кез келген бір жұмыстарға кіріп кете алмағандықтан өзінде үлкен күйзеліске түсіп, бұл адамдарда құлдырау басталады. Модерн адамдар дейді ғой. Бұны қазіргі тілмен айтқан кезде бұл адамдардың бойындағы бала күннен ашылатын сезім қасиеттері, бала күннен айтады қазақта, баланы 7 жасқа дейін патшадай күт, 10 жасқа дейін досыңдай сыйлас, 10 жастан кейін қолша жұмса деген сияқты біздің қазағымыздың насихатында айтылып кеткен. Осы ережелер, осы амалдар, осы тәртіптер баланың бойында, отбасында жан сарайы тыныш болмаған кезде баланың ішкі жан дүниесі қалыпты өспейді. Бала іште кез келген нәрсені жүрекке алып жатады, қолынан келмей, ойлануға мұршасы келмеген балалар күйзеліске іштей түседі. Одан кейін сол бостықтың орнын құмарлықпен, не болмаса арақпен, темекімен деген сияқты сырттан жылулық, сырттан махаббат іздеп, бір кісі жылы сөйлесе, бір кісі бір ақыл айтса, соның жетегінде еріп кететін, травма деп қазір бас қатырып, басын ұрып жүрген жастарымыздың барлық осы сұраққа жауап осы балалықтан алған жаңағы соққылардан болып жатыр деп есептеймін. Иә, бүгін бір сондай жақсы әңгіме болды деп ойлаймын. Сіздің ойыңызда жүрген, тағы да осы көрермен менен естісе екен, мен осы нәрсені көрерменмен бөліскім келеді, менің осы алып жатқан білімдерімнің ішіндегі ең маңызды дүние осы еді деп не нәрсемен бөліскіңіз келеді, соны бір камераға қарап айтып бөлісіп жіберсеңіз. Дәл қазір біздің қоғамға керек, естуі қажет бір маңызды дүниені жүйелеп, ықшамдап бөлісіп жіберсеңіз. Мен қазіргі күнде осы әйелдерге әсіресе айтарым, өздері білім дамытып, өзінің табиғатына салынған әр адамның Құдайдан келген қабілеті болады дейді. Сол қабілетті ашқан кезде адамның табиғаты ашылып, бірі тігінші, біреу аспашы, біреу тәлімгер деген сияқты өзінің сүйікті мамандығын, өзінің сүйікті ісін тапқан кезде әйел жан дүниесі де, тәні де нұрлана бастайды. Сондықтан айтарым, қазіргі күнде білімнің заманы, қазір мал дүние байлық, бұны Иман Ғазалидің жүрек сырлары деген кітабында да айтып кеткен, дүниеге құнықпаңдар. Дүние байлық әрине адамға материалдық
дүние керек қой енді адамдарға, бірақ аса берілмеу керек, құрал ретінде ғана оған қарау керек деп айтар едім. Себебі адамның руханилығы, адамның жанның азығы болмаған кезде адам қай кезде де құлдырауға түседі. Өзін таба алмаған адам еш уақытта өзгеге пайдасын келтіре алмайды. Өмірдің өзі құлшылық дейді ғой. Осы өмірге біз бір-бірімізге, адамзатқа, қоғамға, айналаға қызмет етуге келдік. Сондықтан айтады, Мәшһүр Жүсіп атамыздың айтқаны бар да, қанша сенің дейді бойыңда білімің болсын, ақылды данышпан бол, бірақ айналаңа дейді бір пайда тигізетін әрекетің болмаса, ол адамды мен жаңағы опалы дейді ғой, жаңағы опа тапқан адам деп айта алмаймын, санамаймын деп айтылған. Сондықтан да біздің ең бірінші осы өмірдегі біздің ең сезінетін, біздің ең ұйғаратын ісіміз біздің отбасымыздан бастап, көршіден бастап, осы тұрған еліміз, жерімізден бастап махаббатпен қарап, осы елде мен өмірге тосыннан тосын келген жоқпын, отбасымды қалай бақытты етем, отбасымды, айналамды қалай пайдамды тигізем деген өзіне ұстаным ұстап алған кезде бұл адамға айнала қызмет жасай бастайды. Лиза ханым, бүгінгі сұхбатымыз өте бір мазмұнды, мағыналы болды деген ойдамын. Көрермен де өзінің ішінде жүрген, көкейінде жүрген сұрақтарына біздің сұхбаттан бір жақсы мазмұнды жауап алды деген ойдамын. Келіп ойыңызбен, ақпаратыңызбен, біліміңізбен бөліскеніңізге рахмет.